Сәлем достар, бүгін біз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» деген күйін үйренетін боламыз. Ең алдымен ол күйді мен сіздерге орындап берейін. Міне осындай әдемілікті, сұлулықты суреттейтін керемет күй екен. Сіздерге үйренуге оңай болу үшін мен бұл күйді 3 бөлімге бөлуді жөн көрдім. Бірінші негізгі бөлім басты тақырып, екіншісі кіші саға, үшінші бөлім үлкен саға. Бүгін біз негізгі бөлім басты тақырыпты өтетін боламыз. Ең алдымен осы күйдегі кездесетін ырғақтарға тоқталып өтейін. Басында бастаған кездегі ырғақ. Жай ғана ашық қағыспен осы ырғақты ойнап көріңіздер. Өздеріңіз көріп отырғандай, төмен жоғары қағыстың үстінде кішігірім сызықша, яғни оны тезірек аласыздар деген мағына. Одан кейінгі екі жоғарғы қағысты асықпаймыз. Оның үстінде бір-ақ сызықша тұр, екі сызықша емес, бір-ақ сызықша, сондықтан оған асықпаймыз. Қанекей тағы бір рет қайталап көрейік. Одан кейін мынандай ырғақ кездеседі. Төмен, ұзағырақ, бір сызық ұзағырақ болады, төмен. Одан кейін екі қағыс жоғары, бірге. Тағыда мынандай ырғақ кездеседі. 4 қағыс, 2 төмен, 2 жоғары. Төмен, 2 жоғары. Тағы да бір қайталап өтейік. 2 төмен, 2 жоғары, төмен, 2 жоғары. Басы осы ырғақтарды сақтай отырып, күйдің мінезін бұзбай дұрыс үйренуге тырысыңыздар. Қанекей негізгі бөлім басты тақырыпқа көшейік. Бірінші саусағымыз 6-шы пернеде,
Тағы да қайталап өтем. X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни нүкте бар домбырада үшінші нүктеге бірінші саусағымызды қоямыз. Ашық. Үсті ашық 0. Үстіңгі 7-ні бас бармақпен, қайтадан ашық 6, бас бармақпен 6-да 6. Төртінші саусақпен үстіндегі 9-ды аламыз. Астыңғы бірінші саусақ 6-да тұра береді. Қайтадан 7. Бас бармақпен алсаңыздар да болады, екінші саусақпен алсаңыздар да болады. Айырмашылық жоқ. Мына жерде екінші саусақпен алсаңыздар болады. 7. Созамыз. Бас бармақпен 4. Енді жаңағы айтқан ырғақ 2 төмен, 2 жоғары. Созамыз. Бір таяқ кездескен жердің бәрінде ол, яғни созылады. Реприза тұрған жерді міндетті түрде қайталаймыз. Үстін баспаймыз ештеңе. Енді 4-пен басамыз. Міне осындай. Егер түсініксіз болса, осы тақырыпты қайтадан қайталап қарап шығарып алыңыздар. Енді келесі бөлімге көшеміз. Бас бармақ 7-де, бірінші саусақ 6-да, 2 төмен, 2 жоғары қағыс. Созамыз. Басында ойнағандай ашық. Болды. Осымен бірінші бөлім аяқталды. Екінші бөлімді үйренбес бұрын ең алдымен осы бірінші бөлімді дұрыстап шығарып алыңыздар. Егер де сіздер осы бірінші бөлімді шығарып алсаңыздар, ары қарай көп тақырып қайталанады. Сондықтан бастысы бірінші бөлімді дұрыстап түсініп алуға тырысыңыздар. Қандай да болмасын сұрақ сауалдарыңыз болса, астына пікір ретінде қалдырып өтіңіздер. Каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ұстаздарыңыз Сабира Бибатыр.